үшін өзінің туған өлкесі, жері әрине маңызды. Әрбір адам өзінің туған жерін, өлкесін кеңейткісі, биіктеткісі, биік тұғырын биік қылғысы келеді. Міне сол секілді мен де өз жерімді, өз өлкемді кеңейткім, биіктеткім келеді. Менің туған жерім Түркістан облысы, Келес ауданы, Қызастық Ғани Мұратбаев ауылы. Екі келес бір талас, бау татыған жерім-ай, ағайыны аралас, тату екен елің-ай деп Асанқайғы атамыз жырлап кеткендей, бізге осынау қанша жылдар бұрын біздің елімізді қорғау үшін өздерінің жандарын қиып, бізге аманат етіп қалдырды. Міне сол секілді бізде аманатқа қиянат жасамай, өз отанымызды қорғап, оны кеңейтуіміз қажет. Мен өз елімді кеңейткім келеді. Мыңтөбе ежелгі қорым, Түркістан облысы, Келес ауданы, Қызыласкер ауылынан батысқа қарай 6 километр жерде сол жағалауында орналасқан. 1958 жылы Шымкент педагогикалық институты археологиялық экспедиция тобын жүргізді. Оның жетекшісі Падушкин болды. Қазіргі күні 400-ден астам обадан тұрады, және олардың табанның диаметрлері 8, 12, 25 см, ал биіктігі 1,5-2,5 шамасындағы қиыршық құм араласқан үйінділер. Мыңтөбе біздің заманымыздан бұрынғы 5-1 ғасырларға жатады. Көркем табиғаты, суары, бұлақтары өте керемет. Біздің жер астынан шығып жатқан бұлақ суы осы. Міне бұл осы жер бетінен өздігінен шоғырлана шығатын жері. Жайшылықта бұлақ суы өте таза және де тәтті су келеді. Бұл жерде тәтті су ағады. Бұл суларды біз арынды бұлақ суы деп айта аламыз. Арынды бұлақ суы деп жер қойнауындағы терең қабықтардан және тектоникалық жарықтар арқылы жер бетінен табиғи жолмен шығып жатқан арынды суларды, жер астынан шығатын суларды айта аламыз. Менің туған өлкемнің осындай керемет табиғат бұлақ сулары бар. Біздің мектепте жыл сайын осы Көктөбеге келіп, осы бұлақтарға келіп, экскурсия жүргізіп, видеороликтер жүргізіп жатады. Мінекей осындай табиғатымызды біз өркендетіп, бұдан әрі жақсы деңгейге жеткізуіміз қажет. Су анасы бұлақ дейді дана халқымыз.
қазіргі кезде осы суымызды, бұлағымызды бізде жеке кәсіпкерлер түрлі өзінің егін шаруашылығына және де бассейндегі суларға қолдануда. Бірақ біз осыны егін шаруашылығына емес, осыны жақсы өзіміз қолға алып, осы бұлақ суымызды әркім адам ішетіндей етіп, жақсылап тазалап өңдесе екен дейміз. Және де біздің осы көлтөбеміз де жан-жағынан қоршалып, адамдар келгенде тамсанатындай жер болса екен дейміз. Осындай көлтөбе, бұлақ жерлерімізбен мен өз еліммен мақтана аламын. Әркімнің туылған жері Мысыр шаһар демекші, менің кіндік қаным тамған жер осы киелі келесім. Әр адам өзінің елінің өркендеуіне, гүлденуіне ат салса, барын салса екен деймін.